Қайырлы күн достар. Бүгін бізде келесі тақырып жобаның кестесін жоспарлау. Біз жобада қандай кірістер мен шығыстар болатынын, құралдар мен әдістерді қарастырамыз. Сондай-ақ біз критикалық жол әдісін талқылап, кестені қалай әзірлеуге болатынын қарастырамыз. Жобаның кестесін басқару әр түрлі форматтарда болуы мүмкін. Бұл жобаның операциялар тізімі сызықтық диаграмма, линейкалық диаграмма немесе желілік диаграмма болуы мүмкін. Бұл құралдар жобаны басқаратын жобаның менеджері үшін оңайырақ болуына көмектеседі. Келесіде жобаның кестесі негізінен иерархиялық құрылым негізінде жасалады. Бұл туралы біз алдыңғы сабақтарда айтқан едік. Және жобаның мерзімдер, жұмыс кестесі реттеледі. Сонымен жұмыстың тізімдері шыққаннан кейін жауаптылардың тізімі және мерзімдер бойынша ақпараттар шығады. Жобаның кестесін басқару өзінде жобаның белгіленген мерзімде аяқталуын қамтамасыз ету үшін жасалатын процестерді қамтиды. Енді біз басқару кестесінің жоспарлануын бастаймыз. Кіріс ретінде жобаның жарғысын басқару жоспарларын, ұйымның ортақ жағдайлары мен активтерін қарастырамыз. Сонымен қатар деректерді сараптау, кеңес беру процесі жүзеге асырылады. Сонан соң біз жоспарлау процесін жалғастырамыз. Мұнда операцияларды анықтау және оларды жоспарлау жүргізіледі. Операцияларды декомпозициялау, яғни жобаны кішігірім бөлшектерге бөлу процесі. Кеңес беру кезінде бұл процеске қандай әдістер қолданатынымыз анықталады. Бұл классикалық басқару әдісі немесе икемді технологиялар болуы мүмкін. Одан кейін операциялардың ретін анықтау процесі жүреді. Бұл жерде операциялардың бір-бірінен кейін қай жерде жүруге болатынын анықтаймыз, параллель немесе тізбектелген түрде. Сонымен қатар осы операциялардың уақытын болжау үшін қайтадан декомпозиция жасау қажет. Бұдан кейін операциялардың ұзақтығын бағалау процесі орын алады. Барлық операцияларды қарастырғаннан кейін біз олар үшін қажетті уақытты бағалап, деректердің негізінде жұмыстардың ұзақтығын белгілеуіміз керек. Әрі қарай біз PERT әдісін қолдана отырып, жұмыстың ұзақтығын және жүктемені бағалай аламыз. Жоспарды әзірлеу жобаның мерзімдері мен ұзақтығын жоспарлау мақсатында жүргізілетін процесс. Біз қанша операция орындалатынын, қанша ресурстар қажет екенін және осы жобаны аяқтау үшін қанша уақыт кететінін анықтаймыз. Келесі кезеңде Gantt диаграммасын қолданамыз. Бұл диаграмма жобаны басқаруда маңызды құрал болып табылады. Онда барлық операциялар жинақталып, оларды ÜJHU бағдарламасына енгіземіз. ÜJHU бағдарламасы сіздер үшін болашақта маңызды құрал болады. Өйткені ол қазіргі таңда көптеген компанияларда кеңінен қолданылады. Сондай-ақ критикалық жол әдісін қолданамыз. Бұл әдіс жобаның минималды ұзақтығын есептеуге көмектеседі, сонымен қатар резервтік уақыт пен ең қысқа жолды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс презентацияда көрініс табады. Диаграммада ерте басталу мен кеш басталуды да көруге болады. Бұл операция үшін резерв уақытын жинақтауға мүмкіндік береді.